Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен номері 177 орта мектебінің информатика пән мұғалімі Жақсылықова Әлия Жақсылықызы. Бүгінгі сабағымыз 7-ші сынып, бөлім желі және қауіпсіздік. Сабақтың тақырыбы компьютер желілері және олардың классификациясы. Оқу мақсаты компьютерлік желілерді топтастыру. Сабақ мақсаты компьютерлік желілер түрлерін біледі, компьютердегі желілерді түріне қарай топтастыра біледі және түрлі компьютерлік желілерді салыстырады. Оқушылар, келесі сұрақтарды талқылайық. Компьютерлердің бір-бірімен өзара ақпарат алмасуын қалай ұйымдастыруға болады? Үлкен қашықтықта компьютерлер арасында мәліметтер алмасу үшін нені қолданамыз? Бұл қандай артықшылықтар береді? Балалар, берілген суреттегі заттарды біз күнделікті өмірде пайдаланамыз немесе көріп жүрміз. Енді осы суреттерді не біріктіреді? Немен байланыстырасыз? Қанекей барлығымыз бірге бір ортақ атау тауып көрейікші. Жарайсыздар. Енді суреттерді осы атауға сәйкестендіріп қарастырайық. Балық аулау торы бұл бүкіл әлемдік интернет желісінің тармағына сәйкес келеді екен. Өрмекшінің өрмегі күнделікті Wi-Fi желісінің толқындарына ұқсас болса, қан айналым жүйесі бұл миымыздың тамырларында интернет желісіне ұқсастығын байқатады. Сонымен қатар, дәріхана, дүкендер, интернет желі деген ұғымға сәйкес келсе, бүгінгі информатика сабағымыздың интернет желісінің ішіндегі компьютерлік желіге тоқталамыз. Компьютерлік желі дегеніміз ресурстарды, дискі, файл, принтер, коммуникациялық құрылғылардың барлығын тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстыратын компьютерлер тізбегін айтамыз. Оқушылар, ендігі кезекте желілерді таралу ерекшелігіне байланысты 4 түрге бөлейік. Аумақтық таралуына, тиістілігіне, деректерді тасымалдау жылдамдығына және деректерді тарату ортасына қарай 4-ке бөлеміз. Аумақтық таралуының өзі жергілікті желі, корпоративті аймақтық желі, сонымен қатар интернет желісі болып 3-ке бөлінеді. Тиістілігі ведомстволық және мемлекеттік ұйымдарға байланысты 2-ге бөлінеді. Деректерді тасымалдау жылдамдығы бұл жоғары, орташа және төмен жылдамдықта тасымалданады. Ал деректерді тарату ортасына қарай кабельдік байланыс сымдары арқылы байланысса, сонымен қатар сымсыз желі арқылы байланысады. Жоғарыда атап өткендей, компьютерлік желі аумақтық таралуына байланысты өз ішінде 3 топқа бөлінеді. Яғни жергілікті желі, корпоративтік немесе аймақтық желі, сонымен қатар дүниежүзілік желі болып бөлінеді екен. Жергілікті желі дегеніміз шектеулі аймақта, бір бөлмеде, мекемеде, зауытта, тағы сол сияқты компьютерлерді біріктіреді. Корпоративтік немесе аймақтық желі дегеніміз бір қала немесе аймақ көлемінде компьютерлердің бір жүйеге бірігуінен пайда болатын желіні айтады. Ал дүниежүзілік желі дегеніміз дүние жүзі бойынша компьютерлерді ортақ бір арнаға біріктіру арқылы байланыс жасауды айтады. Компьютерлік желі тиістілігіне қарай ведомстволық және мемлекеттік болып 2-ге бөлінеді. Ведомстволық бұл бір ұйымға немесе мекемеге тиісті болады екен. Оларға банкоматтар, теміржол кассалары, театр кассасы және тағы басқалар жатады. Мемлекеттік ұйымдарға қарасты желілер бұл ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік комитеті, кеден комитеті, тағы басқа сол сияқты ұйымдар жатады. Компьютерлік желі деректерді тасымалдау жылдамдығына байланысты төменгі жылдамдықта 10 мегабит секундқа дейін, орташа жылдамдықта 100 мегабит секундқа дейін және жоғары жылдамдықта 100 мегабит секундтан жоғары тасымалданады екен. Ал енді деректерді тарату ортасына байланысты бөлінуі бұл кабельдік арналар арқылы және де сымсыз арналар арқылы таратылады. Компьютерлік желі деректерді тарату ортасына қарай 2-ге бөлінеді. Кабельдік байланыс сымдары арқылы және сымсыз желі арқылы байланысады. Суретте берілгендей, қазіргі таңда кабельдің 3 түрі қолданысқа ие. Есілген қосым, оптоталшық және коаксиалды кабельдер. Есілген қосым бір немесе бірнеше сымдардың бірігуімен
өрілген өткізгіштерден тұрады. Көбінесе мектептерде, колледждерде, түрлі ғимараттарда осы кабель түрі қолданылады. Бұл өте арзан, арнайы бір баптауларды ұқыптылықты қажет етпейді. Ақпаратты тасымалдау жылдамдығы орташа. Оптоталшық шыны немесе пластикалық жіптен құралған. Оның қызметі деректерді тасымалдауда жарықтың таралуы жылдамдығына негізделген. Ал коаксиалды кабель жергілікті желілерде қолданылып келеді. Оның тұрпаты бір-біріне кигізілген цилиндрге ұқсайды. Көбінесе телевизиялық аппараттарда кездеседі. Сымсыз желі дегеніміз, сіздер күнделікті смартфон арқылы интернетке кіресіздер, спутник арналарының көмегімен арнайы адаптер, коммутатор және модем арқылы қатынас құрасыздар екен. Жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық байланысу тәсілін топология деп атайды. Байланысуына қарай желілерде шина, жұлдызша және сақина түріндегі топологиялар жиі қолданылады. Шиналық топология негізгі байланыс ретінде бір ғана кабель қолданылады. Сақина топологиясы бір-біріне тізбектеліп жалғанып, жабық шеңбер құрайтын бірнеше компьютерлерден құралған. Жұлдыз топологиясы дегеніміз, компьютерлер бір-біріне тікелей жалғанбай, желілік бейімдеуішке, яғни адаптерге жалғану арқылы байланысады. Оқушылар, бүгінгі өтілген сабағымыздан алған ақпараттарымызды тест тапсырмалары арқылы қорытындылайық. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақтан менің түсіндіргенім бойынша мұқият тыңдай отырып, компьютерлік желі туралы көптеген мағлұмат алдыңыздар. Ендігі кезекте тапсырма. Компьютерлік желінің топологиясы бойынша сәйкестікті орнатыңыздар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Компьютерлік желілердің түрлерін анықтаңыз және сипаттаңыз. Суреттер берілген. Осы суреттегі желінің атауын бос ұяшықтарға жазып, соңғы ұяшыққа компьютерлік желілер түрлерінің қызметін сипаттайсыздар. Оқушылар, осымен сабақ аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.